Өлен сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Бұл ұлы ақын Абай Құнанбаев өлеңдерінен үзінді. Мен Алия Рахимова, біздің компанияда үш тілді білу челленджінің бастаймын. Бірінші, Абайды таны эстафетасы өтеді. Одан кейін челлендж қатысушылары Шекспир, Пушкин өлеңдерінің жаққа оқып, оны өз әріптестеріне жолдайды. Мен кезекті корпоративті басқару департаментінің директоры Ринат Нағаевқа беремін. Қазақша сөйлейік, Абайды танийық, ағайын.